Бәріңізге ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Рүстем KZ. Бүгінгі видеода біз ешкім естімеген, даже сіздер естімеген, өте әдемі, өте ыңғайлы жасалған, барлық нәрсе ыңғайлы жасалған, өте керемет қала Катар жайлы айтатын боламыз. Катар жайлы не айтуға болады? Катардың астанасы Доха. Доха ол міне өздеріңіз көрдіңіздер осындай, және Катарда тағы да барлық нәрсе ыңғайлы жасалған. Катар әлем бойынша ортаңғы бағамен жылына айына бір адамдардың өзі айына $43,000 табатын болады достар. Енді Катарда айына $43,000 табады. Сондай-ақ Катар әлем бойынша ең бай елдер санатында жатады. Яғни ең бай елдер санатында бірінші орында тұрады достар. Ең бай елдер бойынша бірінші орында тұратын ел ол Катар. Енді біліп жүріңіздер достар. Және де достар, осы Катар еліндегі барлық адамға бар нәрсе ыңғайлы жасалған. Мысалы, осы жерде туылған бір баланың өзі, бір баланың тууға мысалы барлық нәрсе ыңғайлы жасалған. Товар, анау бәрін тегін әкеп береді. Сол неде больницада барлығын тегін жасайды достар. Енді достар, осындай көрсеткіште достар, Катардың экономикасының өзі ең жоғарғы сапада тұр деп айтуға болады достар. Енді осыған қарап айтуға болады. Катар достар, адамдары өте бақытты деп ойлаймын. Себебі бірақ достар, ол жерде өте көп шейхтар, мысалы сондай бай адамдар ол жерде жай ғана просто демалып жатады достар. Олар жұмыс істемейді. Енді достар, сол $43,000 барлығы қайда кетеді деп ойлайсыздар? Сол $43,000 достар, олар айына табады, бірақ оларда өте тамақ, анау барлығы қымбат. Мысалы, бір тамақ жеудің өзі ол жерде $500 достар. Ал ол жерде машинамен жүруге $30 кетеді достар. Мына жолдан басқа жолға баруға достар $30 кетеді. Ал енді достар, ол жерде бір ай квартирада тұрудың өзі $5,000. Енді өздеріңіз есептей берсеңіздер болады достар. Енді осымен не айтуға болады достар? Осымен біздің видеомыз аяқталды. Осындай видео сіздерге ұнайтын болса, лайкпен қолдап кетейік.